Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде 8-ші сынып алгебра пәнінен 2-ші тоқсандағы квадрат теңдеулер бөлімі бойынша БЖБ тапсырмаларын бірге талдап шығаратын боламыз. Осыған ұқсас басқа да БЖБ ТЖБ есептерінің шығарылу жолдарын плейлист бөліміне қарасаңыздар болады. Бізде екінші нұсқа бірінші есеп теңдеуді шешіңіз, белгілеу енгізу арқылы дейді. Белгілеу енгізу арқылы дегеніміз жаңа айнымалы енгіз деген сөз ол. Яғни x квадрат минус плюс 1-дің орнына біз бір а айнымалысын жазып алайық. Яғни мына жерде квадраты деп тұр ғой соның, иә. Онда а квадрат болады. Азайтылған мына жерде а дейміз. 6а қосылған 5 тең болады 0 дейміз. Енді осы жерде дискриминант табамыз, яғни минус 6-ның квадраты азайтылған 4 көбейтілген 1 көбейтілген 5. Минус 6-ның квадраты бізде 36-ға тең. 4-ті 5-ке өтсек 20, 16 болады. Енді А1-ді табайық. А1 тең болады. Минус 6 болса, мұнда плюс 6 болады. Қосылған түбірасты 16-дан 4 шығады бізде. Бөлімінде 2а, 2 көбейтілген 1, 2-ке тең. 6-ға 4 қоссақ 10, 10-ды 2-ке бөлсек 5. Енді келесі А2. 6 азайтылған 4 бөлімінде 2. 6-тан 4 азайтсақ 2, 2-ні 2-ке бөлсек 1. Енді аның орнына осы мәндерді қойып x табамыз. X квадрат плюс 1 тең болады аға ет, аның орнына 5-ті қойық. Сонда x квадрат тең болады. 5-тен 1-ді азайтамыз. Мына жаққа минус 1 болып барады 4. Демек, x-іміз плюс минус 2-ке тең екен. Келесі бізде мына жерде x квадрат плюс 1 тең болады 1. X квадрат тең болады 0 болады. Минус 1 болып барады 0-ге тең. Сонда x-іміз 0-ге тең. Сонда бізде жауабы минус 2, 2 және 0 сандар екен. Келесі екінші есеп теңдеуді шешіңіз дейді. X квадраттың орнына біз қандайда бір b әрпін алайық. X-тің 4 дәрежесі сонда b квадратқа тең болады. X-тің 4 дәрежесінің орнына b квадрат қоямыз. b квадрат азайтылған 9b қосылған 8 тең 0-ге. Дискриминант минус 9-ның квадраты ол бізде 81. Жазайық, жақсы, минус 9-ның квадраты деп. Азайтылған 4 көбейтілген 1 көбейтілген 8. Яғни мынаның алдында 1 бар, және мынау 8-ге тең. Содан b квадрат азайтылған 4асы формуласына қойдық. Минус 9-ның квадраты 81, азайтылған мынау бізде 32, 4 8. 81-ден 32-ні азайтсақ 49 шығады. b1 тең болады. 9 қосылған 49-дан 7 шығады төберден. Бөлімінде 2, 2 көбейтілген 1, 2-ке тең. 9-ға 7-ні қоссақ 16, 16-ны 2 бөлсек 8. b2-ні табайық. 9 азайтылған 7 бөлімінде 2. 9-дан 7-ні азайтсақ бізде 2. 2-ні 2-ке бөлсек 1. Енді b-ның орнына осы сандарды қойып x табамыз. X квадрат тең болады 8-ге. X-іміз сонда плюс минус түбірасты 8-ге тең. Немесе плюс минус 2 түбірастында 2 десек те болады. Енді мына жерде 1-ді қоямыз. X квадрат тең болады 1-ге. X сонда плюс минус 1-ге тең екен. Сонда бізде жауабы минус 1 плюс 1, сосын минус 2 түбірастында 2 және 2 түбірастында 2 болады екен. Келесі үшінші есеп теңдеуді шешіңіз, белгілеу енгізу арқылы дейді. X минус 2-ның орнына біз қандайда бір та әрпін, та айнымалысын қойық. Енді жерде t квадрат болады, квадрат деп тұр осы. X минус 2-ның квадрат деп тұр. Азайтылған 3-ті, азайтылған 4 тең болады 0. Дискриминант табамыз. Минус 3-дің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 4. Минус 3-дің квадраты 9-ға тең. Минус пен минус мына жерде плюс болады. 16 мына жердің көбейтіндісі 25-ке тең болады дискриминантымыз. T1-ді тапсақ бізде минус 3 болса, мұнда плюс 3 болады. Қосылған 25-тен бізде түбірден 5 шығады. Бөлімінде 2, 3-ке 5 қоссақ 8, 8 2-ке бөлсек 4.
Так, Т2 тең болады. 3 азайтылған 5 бөлімінде 2. Так, мұнда минус 2 шығады. Минус 2-ні 2-ге бөлсек, минус 1 болады. Так, енді x табамыз. Так, x минус 2-міз тең болады 4-ге. X тең болады 6-ға болады. Мына жаққа плюс 2 болып барады. 4-ге 2 қосылады сонда. Так, x-міз бізде 1-ге тең болады. Так, мынау плюс 2, жаққа минус 1 плюс 2 ол бізде 1-ге тең. 2-ден 1 азайтылады. Сонда бізде жауабы 1 және 6 болады екен. Келесі 4-ші есеп, бөлшек рационал теңдеуді шешіңіз дейді. Так, ортақ бөлімі бізде x минус 1 болады. Мынаған x минус 1 жетіспейді, ал мұнда x жетпейді, ал мұнда x минус 1 жетпейді бөліміне. Так, 2 x минус 1 қосылған 1-ді x-ке өтсек x тең болады. Так, x минус 1 алымында 1-ді босаған көсек өз шаты қайтадан. Енді екеуінде бөлімдері бірдей, теңдіктің онда тек қана алымдармен жұмыстансақ болады. Бөлімдерін тастап кетіп. Так, жақшаны ашамыз. 2x азайтылған 2 қосылған x тең болады. X квадрат минус x болады. Так, мына жерде 2x пен x қосылады. 3x болады. Азайтылған 2. Мынаны мына жаққа шығарамыз. Минус x квадрат плюс x тең болады. 0 болады. Так, минус x квадрат. Так, 3x пен x қосылады. 4x болады. Азайтылған 2 тең болады. 0. Так, енді осыдан дискриминант табамыз. Мына жаққа жазылайық, сыймай қалады, себебі астына 4-тің квадраты азайтылған 4 көбейту минус 1 көбейту минус 2 тең болады. 4-тің квадраты 16-ға тең, азайтылған 8. Так, 8 шығады. X 1 тең болады. Мына жерде плюс 4 болса, мұнда минус 4 болады. Плюс түбірасты 8-ден 2 түбірасты 2 деп алсақ болады. Бөлімінде минус 2. 2-ні минус 1-ге көйтеміз себебі минус 2-ге тең. Так, минус 4-ті минус 2-ге бөлсек 2. Қосыл азайтылған түбірастында 2. Так, енді x 2-ні табайық. Минус 4 минус 2 түбірастында 2. Бөлімінде минус 2. 2 қосылған түбірастында 2 болады екен. Сонда бізде жауабы 2 минус түбірасты 2. 2 плюс түбірастында 2-ге тең екен.